Киіз үй. Мал баққан көшпелі халықтардың қысы жазы отыратын өте қолайлы және төзімді баспанасы. Ол тез құрылып, тез жиналады. Қыста жылы, жазда салқын болады. Көлеміне және сыртқы кейпіне қарай әр түрлі болып келеді. Киіз үйді құрайтын негізгі қаңқасын киіз үйдің сүйегі деп атайды. Оларға кереге, оқ, шаңырақ, есік немесе сықырлауық жатады. Киіз үйді тігу оңай емес. Алдымен биіктігі 2 метрдей керегені жайып, әр бөлігін бір-бірімен жалғастырып бекітеді. Керегенің әр бөлігін қанат деп атайды. Біздің киіз үйіміз 8 қанаттан тұрады. Керегені құрып болған соң шаңырақты көтереді. Қазақ халқы шаңырақты күйе тұтады. Шаңырақ, отан, әулет мағынасында да қолданылады. Шаңырақты көтерген кезде оның жан-жағынан уықтарды шаншыған. Уықтың шаңырақты ұстайтын жағы үшкір. Кереге басына байланатын жағы жалпақтау болып келеді. Жалпақтау жағын тесіп бау өткізеді. Оны уықбау деп атайды. Осы бау арқылы уық пен керегенің басын біріктіріп байлайды. Шаншылып біткен уықтың сыртынан айналдыра басқұрмен шалмалап танайды. Шаңырақтың кейінгі ерекше қастерленетін бөлшегі босаға. Ол табылдырық пен майданшан тұрады.